Қылышсыз самурай. Алғы сөз. Хидеоси Жапония тарихындағы ең керемет әрі ерекше көшбасшы. Ол 1536 жылы кедей шаруа отбасында дүниеге келген. Сол уақытта оның болашағы жарқын деп болжауға еш негіз жоқ еді. Хидеоси аласа бойлы, әлжуаз, сауатсыз әрі сұрықсыз жан болды. Қалқиған құлағы, төмен орналасқан көзі, әлжуаз денесі мен әжім басқан жүзіне қарап картопқа ұқсататын. Сол себепті ол маймыл деген лақап атты иеленген еді. Хидеоси кландар таласы ғасырының шарықтау шегінде дүниеге келді. Ол кезде жақсы өмір сүруге ұмтылған шаруа үшін егістіктегі қара жұмыстан құтылудың жалғыз жолы әскери мансапқа қол жеткізіп, шіркеу қызметкері болу еді. Әлжуаз дене бітіммен бойы 1,5 метр, салмағы 50 килограмм әрі құныс адам болған. Әскери салада үлкен жетістіктерге қол жеткізу мүмкін емес еді. Дегенмен ол мұндай кемшілікке қарамастан көшбасшылық шыңына шығып, өзара тартыс пен алауыздықтан берекесі қашқан елдің басын қосып біріктіре алды. Ол мұны қалайша жүзеге асырды. Хидеоси ерік жігері, ұшқыр ой, қайсар мінез бен адам психологиясын түсінуінің нәтижесінде сынаушыны адал қызметкерге, ал жауды жолдасқа айналдырды. Ұрыс өнерінде айтарлықтай нәтижеге жетпеген қылышсыз самурай басқа қаруды пайдалана білді. Ол керемет әзілдің, қулық пен келіссөз жүргізу қабілетінің арқасында текті қарсыластарын басып озып Жапонияның билеушісі болды. Хидеоси таптық шең заңдары бекем орныққан иерархиялық қоғамда шеттетілген қауымның қаһарманына айналды. Горацио Альбердің кейіпкеріндей қарада шыққан хан болғысы келген адамдарға үлгі болды. Хидеоси 1590 жылы Жапонияның жоғарғы билеушісі болып тағайындалды. Император Гоёцзейден оны регент, уақытша билеуші етіп сайлады. Ол патшалық биліктің бір рахатын көрді. Сонымен қатар император сарайы оған Тойотоми деген ақсүйек тегін берді. Ол жомарт министр деген мағынаны білдіреді. Тарихшылар Хидеосидің басқаруын түрліше бағалайды. Алайда оның керемет жетістіктері сәтсіздіктерін бүркеп тұрды. Тамаша қолбасшы әрі ел қызметшісінің атасы ол қайтыс болғаннан кейін де одан сайын асқақтай түсті. Хидеосидің өмірі ресми өмір баянында егжей-тегжейлі баяндалған. Тайкоки Тайка туралы повест атты кітап алғаш рет 1625 жылы жарық көрді. 4 ғасыр өтсе де Хидеосидің есімін бүгінгі таңда әр жапон жазушысы біледі. Оның өмірі мен қызметі және ерлігін арқау еткен түрлі шығармалар, кинофильмдер және бейне ойындар бар. Самурайлар үлгілі көшбасшы. Қазіргі оқырман қауымға самурайды көшбасшылық қасиеттерінің үлгісі ретінде елестету қиын. Демократиялық немесе көшбасшылық стилі мен сөзсіз бағыну қағидасын ұстанатын, мырзасына адал феодализм кезіндегі жапон рыцарларының көбі бүгінгінің іскер адамдарына үлгі болуы екіталай. Самурайлар менеджмент технологиясын шебер меңгеруімен емес, ұрыс алаңындағы ерлігімен танылған. Олар көбінесе икемсіз кәсіпкер болды. Сауда саласының қыр-сырын жетік біле бермейтін еді. Сонымен бірге сауда келісімдерінде жиі алданып қалатын. Сол себепті Хидеоси тұлғасынан баса назар аударуымыз керек. Саудаға ебі болмаған басқа самурайларға қарағанда Хидеоси өзін білікті саудагер ретінде таныта білді. Ол дөрекі әлі билік құмар әріптестерінің жанында әділ көшбасшы ретінде көрінді. Сонымен бірге табанды мінезі арқылы ақсүйек қауымды бағындыра білген шаруа ретінде де танылды. Оның ұйымдастырушылық таланты қылышты пайдалана алмайтын кемшілігін көрсетпейтін еді. Хидеоси адамдарды ерекше қасиетімен баурап алып, жалдап ұстайтын, соңында атқарған қызмет үшін марапаттайтын еді. Сонымен бірге Азияның бүгінгі корпорацияларының мансап баспалдағына ұқсайтын жолда адамдарды биікке шығаратын еді. Бүгінгі күні оның көшбасшылыққа деген көзқарасы 4 ғасыр бойы өзектілігін жоймаған. Хидеосидің негізгі ұстанымы көшбасшы өзгелерді қызметшіге айналдырмай, өзі елге қызмет етуі тиіс деген қағидаға саяды. Бүгінгі күні ол этикалық қағида тым сирек қолданады.
Хидэёсидің ойынша көшбасшыларды өзгелерге қызмет етуге итермелейтін негізгі сезім алғыс сезімі. Сіз де мен сияқты көшбасшылыққа деген мұндай көзқарас бүгінгі қоғамда мұндай резонанс тудыратынын білетін шығарсыз. Маймыл патшаның іс-әрекеті мен 21 ғасырдың саяси мәселелері арасындағы параллель де таң қалдырмай қоймайды. Хидэёси 400 жыл бұрынғы заманда самурайларынан қалай ерекшеленсе, қазіргі көшбасшылардан да солай ерекшеленеді. Сонда Хидэёси өзгеше самурай болса, жалпы самурайлар қандай болған? Әлеуметтік таппа. Самурайлардың қысқаша тарихы. Самурайлық тарихы біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырынан бастау алады. Ол кезде Жапонияны император династиясының бастауы болған Ямато кланы басқара бастаған еді. Самурай сөзі бастапқыда қызмет ететін адам деген мағынаны білдіретін еді. Яғни император сарайының мүшелерін қорғайтын текті жерде шыққан адамдарға қатысты айтылған. Қызмет етудің осындай ар-ұят қағидасы ақсүйек самурайлардың әлеуметтік және рухани тамырларының таралуына негіз болды. Уақыт өте келе Ямато кланының өкілдеріне елді бір орталықтан басқару қиынға соқты. Содан олар әскери, әкімшілік және салық қызметтерін бұрынғы қарсыластарына берді. Олар аймақ губернаторына айналды. Ямато кланы мен император сарайы әлсіреген сайын аймақ басшылары күшейе берді. Уақыт өте келе кейбірі даймо, жапон тілінен аударғанда үлкен есім деген мағынаны білдіреді. Яғни өз иелігіндегі жерді орталық биліктен тәуелсіз басқаратын феодал князь болды. 1185 жылы шығыс аймақтарының губернаторы әрі император кланының алыс туысы князь Минамото Йоритомо елде әскери диктатура режимін орнатты. Сол жылдан бастап Жапония феодализм кезеңінде өтеді. Йоритомо бастаған басқару түрі сёгунат деп аталды және Жапонияда 700 жылға жуық уақытқа созылды. Минамото 1185 жылы қол жеткізген саяси тұрақтылық ұзаққа созылмаған еді. Билік оған таласқан кландарға ауысып отырды. Ақырында 1467 жылы орталық әскери басқару режимі құлады. Жапонияны анархия жайлады. Осылайша таласқан аймақтар дәуірі басталды. Өз жерін қорғап, қарсыласын жеңіп шығуға тырысқан князьдардың 100 жылдық таласы. Олар билік жолына барлығын өлтірді де саяси одақты, династиялар арасындағы некені, екі жақты ұл не қыз алмасып асырап алу мен ашық әскери әрекеттерді де қолданды. Даймо билікті біріктіру мақсатындағы қантөгіс таласта өзінің туған баласы мен әке-шешесін де өлтіруге барды. Жапонияда топтар арасындағы таластарды жайлаған уақытта үкіметтің қаруланған шенеуніктерін, полиция бөлімінің командирлері мен кәсіби сарбаздары самурай деп атайтын болды. Басқаша айтқанда, белінде қылышы бар және оны қолдануға даяр адамның бәрін самурай деп атады. Әскери анархия кезіндегі бейберекеттікке қарамастан феодалдық Жапонияда биліктің қатаң иерархиясы сақталды. Ресми билеуші, күн құдайы Аматерасудың ұрпағы император деп саналды. Елдің әр азаматы оның алдында тізе бүгуге міндетті болды. Әйтсе де императордың қолындағы билік тек ресми атақтарды үлестірумен шектелетін еді. Император толықтай сарайды қаржыландырып тұрған билеуші князьдарға тәуелді еді. Сонымен бірге елді басқаруда ешқандай рөл атқармады. Әлеуметтік баспалдақта императордан кейін сарай маңы ақсүйектері орналасқан. Олар ханзадалардан, ханшайымдар мен басқа да император қанынан тараған ақсүйектерден тұрады. Ақсүйектерді ел басқаруға араластырмады. Олар өз үйлерін мұраға қалған дәулеті мен билеуші князьдардан алынған төлемдер арқылы асырайтын еді. Ресми түрде сёгун ақсүйектерге бағынышты болды. Алайда шын мәнінде нағыз билік сол адамның қолында еді. Оның алдында ақсүйектер былай тұрсын, императордың да өзі де қауқарсыздық танытты. Бұл жоғарғы әскери билеуші мемлекеттік басқару бойынша күнделікті шешімдерді қабылдай отырып президенттің не премьер-министрдің қызметін атқарды. Таласқан аймақтар дәуіріндегі бейберекеттіктің бір себебі елде бәрі толықтай бағынатын бір сёгунның болмауынан еді.
Жапония тарихының бұл кезеңінде атаққұмар аймақ княздарының негізгі мақсаты Киотоға жетіп императордан сёгун атағын алып елді біріктіру болды. Әлеуметтік баспалдақтың келесі сатысында дайыма атағын алғандар тұрды. Олар ірі кландарды басқарған мұрагер феодал княздар еді. Сонымен бірге олар үлкен жер телімдері мен көптеген әскер ұстады. Кейбірі аймақтық империяларды құратындай епті жауынгер болды, ал басқалары орталық үкіметтің билігін мойындаудан бас тартқан бұрынғы губернаторлар еді. Сөйтіп олар аймақтың тәуелсіз билеушісіне айналатын, тым сенгі сюзерендердің билігін күштеп тартып алған қанды вассалдар да болды. Даймолар өз жерінде қамал тұрғызып дамып келе жатқан қалаларды басқарды. Сонымен бірге қала тұрғындары мен шаруаларынан жиналған салықтан түсетін қаражатпен өмір сүретін еді. Бұдан кейін әлеуметтік иерархияда даймоге қызмет ететін самурайлар тұрады. Орта ғасырлық жапон рыцарьларының ең үздіктері өз сюзендеріне кіршіксіз адал болатын, әрі бусидо. Әдетте бұл термин жауынгерлік идеал немесе жауынгер жолы деп аударылады. Бусидо деген абырой кодексін қатаң ұстанатын еді, ал нашар жауынгерлердің жол бойын қарауылдайтын қарақшыдан айырмасы аз еді. Бұдан төменгі сатыда мырзасы жоқ самурайларға берілетін ронин деген әлеуметтік дәреже тұрды. Рониндер кедей тұқымынан шыққан адамдар немесе мырзасы ақшасыз қалғанда яки шайқаста жеңіліп жұмыссыз қалғандар еді. Рониндердің арасында жауынгерлер мен бұзақылар көп болды. Бұл әлеуметтік топ өкілдеріне тек иеленуге ең соңынан ғана рұқсат берілетін. Бұқара халыққа мұндай құрмет бұйырмайтын еді. Әлеуметтік пирамиданың негізінде мемлекеттің көп бөлігін құрайтын жұмысшы халық құрады. Олар қала тұрғындары, ұсталар, саудагерлер мен шаруалар. Ол адамдардың атағы жоқ. Олар тек тумысында берілген атты алып жүрді. Сонымен бірге олар Жапонияның салық төлеуге міндетті болған тұрғындары еді. Мұндай таптық бөліністе самурайлар Жапон тарихында ең әйгілі әрі негізгі тұлғасы болды. Олар жабайы батыстың ковбойлары не болмаса орта ғасырлық Еуропаның рыцарьларымен барабар романтикалық архетип еді. Алайда Хидеёсидің өлімінен кейін самурайлардың рөлі түбегейлі өзгерді. Елде бейбітшілік орнағаннан кейін кәсіби әскерге деген сұраныс күрт төмендеді. Самурайлар әскери дайындыққа азырақ көңіл бөліп, көркем өнер, ағарту және рухани дамуға көбірек назар аудара бастады. 1857 жылы қоғамдық орында қылыш асынып жүруге заң бойынша тыйым салынып, әскери топты таратып жібергенде олар қылышсыз самурайға айналды. Ал Хидеёси бұл жағдайды 3 ғасыр бұрын басынан өткерген еді. Дегенмен олардың мұрасы Жапонияны ақштан кейінгі ең мықты индустриялық мемлекетке айналдыруға көмектесті. Жапон корпорациялары түрлі жетістікке дәстүрлі әскери тәртіп түсінігі, адалдық пен әділ ойының нәтижесінде қол жеткізді. Ал қазіргі Жапон қоғамының құрылымы Хидеёси негізін қалаған әділ көшбасшы бейнесіне сай деп айтуға толықтай негіз бар. Мәтінге байланысты ескерту. Хидеёсидің артында мыңдаған хат пен өзге де құжаттар қалса да, ғалымдар арасында оның қай жылғы дүниеге келгені жайында қарапайым деректерге байланысты пікірталас әлі күнге дейін жалғасып келеді. Хидеёси Уильям Шекспирден ширек ғасыр бұрын дүниеге келгенін ескерсек, бұл даудың орынды екенін түсінеміз. Тарихшылар әлі күнге дейін оның кейбір ерлігіне күмән келтіреді және оның көп одағының негізгі мақсатын анықтауға тырысады. Дегенмен Хидеёси өмірінің жалпы жобасы мен негізгі жетістіктерін нақты мойындалғанын атап өткен жөн. Оқырман Хидеёсидің көшбасшылық қағидасын әзірлеп қалдырғаны жайында тарихи құжаттардың жоқ екенін түсінуі керек. Автор бұл қағидаларды Хидеёсидің жеке хаттары мен басқа да құжаттарына сүйене отырып Тайкокиден алған, яғни Хидеёси тұлғасына қатысты шынайы деректерге сүйенген. Мәтінде Хидеёсидің ойландырып өкіндіру үшін өз авторлық қиялыма да ерік бердім. Әйтсе де ол өмірінің соңына қарай аса атаққұмарлық пен тәкаппарлыққа бой алдырғанын, кейбір тарихшы ол қартайған кезде психикалық сырқатқа шалдыққан деп санайды.
тәкаппарлыққа бой алдырғанын растайтын нақты дәлелдер бар. Оның өмірінен көшбасшылық сабақтарын ерекшелеп көрсету үшін маймыл патша өмірінің соңында өзінің керемет жетістігі мен алапат сәтсіздіктерін әділ бағалауынан туындаған тұжырымдап ұрпағына ақыл-кеңес айтып, бағыт-бағдар беруге бел буды деп пайымдадым. Бұл еркіндігім үшін оқырман қауымнан кешірім сұраймын. Аудармаға қатысты ескерту. Қылышсыз самурай жазушы Китами Масаоның Тойотоми Хидеёсидің менеджмент курсы атты кітабының аудармасы. Жапон тілін меңгерген жандар түпнұсқаға біраз өзгеріс енгізілген аңғарады. Оған 3 себеп болды. Біріншіден, Китамидің кітабында баяндалатын Хидеёси жүйелеген басқару мәселелері Жапонияға тән әлеуметтік дәстүрлер мен бизнес жүргізу тәсілімен тығыз байланысты. Алайда оның көпшілігі көрерменге таңсық. Сондықтан мен осы басылымда кейбір жерін қысқартып, оны түрлі мәдениет өкілдері бірдей түсінетін етіп көшбасшылық тақырыбына шоғырландырдым. Екіншіден, жапон елі Хидеёсиді біледі. Көбі бала кезінен бастап оның хикаяларын естіп өскен. Ал қылышсыз самурайдың оқырмандары бұл тұлғамен өзара таласқан аймақтар дәуірі туралы қандай да бір мағлұмат біледі деп ойламаймын. Осындай олқылықтарды болдырмау үшін бірқатар тарихи құжат, өмірбаян мен ғылыми зерттеуді саралап шығуға тура келді. Үшіншіден, Хидеёсиді қылышсыз самурай деп атаймын. Алайда егер Хидеёсидің кейбір іс-әрекетінің сұмдық салдарын ескерсек, ол мұндай атаққа лайықты жан емес деген қарсы пікір білдіруі де мүмкін. Әйтсе де, меніңше бұл сөз тіркесінде оның әскери өнерді игермегені және қарсыластарын бейбіт жолмен жеңсем деген ұмтылысы нақты бейнеленген деп білемін. Оқырман Хидеёсиді қылышсыз самурай деп атағанымды оның ерекше тұлғасы үшін ойлап тапқан авторлық тіркес екенін білуге тиіс. Ол жалпы бейбітшілік сүйетін самурайлардың сипаттамасы емес. Сонымен бірге бұл есім Китамидің мәтінінде қолданылмайды және жапон тілінде баламасы жоқ. Тілге қатысты айтар болсақ, мен ағылшынша нұсқасын көпшілік оқырман қауымға қызық әрі шабыт сыйлайтындай туындыға айналдырсам деген ой болды. Алайда ол үшін автор әрі аудармашы ретінде біраз ымыраға келуіме тура келді. Мен жапон есімін әдепкі ретпен беремін, бірақ қолдануға ыңғайлы болу үшін кейіпкердің толық атының бөлігін ғана пайдаланамын. Ол есімі немесе тегі ретінде жүреді. Яғни Хатидзука Караку деп аламын, ал Сибата Кацуэні Сибаой деп аламын. Сондықтан мәтінді одан әрі күрделендірмеу үшін екінші дәрежелі кейіпкерлерді есімсіз қалдырдым. Сонымен бірге жапондықтардың өздері де біле бермейтін 16 ғасырдағы архаикалық географиялық атауларды барынша азайттым. Тағы бір мәселе бас кейіпкеріміздің есіміне қатысты. Мансап жолында биік дәрежеге қол жеткізгеннен кейін Хидеёсидің есімі тым көп өзгеріп отырды. Мансабының әртүрлі кезеңінде қандай есімді иеленгенін жапон оқырмандарына жаттау қиынға соғатын еді. Бұл мәселені жеңілдету үшін оған тумысында берілген Хидеёси есімін ғана пайдаландым. Осы және өзге де мәселелер жөнінде көп ойландым. Соңында бұл кітапты ғылыми деректерге сүйене отырып жазсам, оқырман қауымды зеріктіріп аламыз деген шешімге келдім. Ол кезде бұл кітапты жапон тарихының адал жанкүйерлерінен басқа ешкім оқымайтын еді. Аталған еңбек көңіліңізден шығады деп үміттенемін. Ең соңында бұл кітапты ағылшын тілінде сөйлейтін оқырмандар үшін ықшамдауға рұқсат еткені үшін Китами Масаоға ризашылығымды білдіремін. Жобаны жүзеге асыру барысында құнды кеңес беріп, әрдайым қолдау көрсеткен агентім Марта Джуэттіге айтар алғысым шексіз. Сонымен бірге редакциялауға көмектескені үшін Джеймс Рейд Харрисонға рахмет айтамын. Бірінші бөлім. Алғыс, қажырлы еңбек, батыл әрекет және адалдық. Демек, маған қызмет еткің келеді екен ғой, жігітім. Қызара күн батып бара жатқан аспанның астында тұрған салт атты үстіме төніп тұрды, ал мен оның алдында тізе бүгіп тұрдым. Мен оның түрін көре алмадым. Алайда қаһарлы үнінен қолында белгі бар жан екенін аңғардым. Сұрақты төтесінен қойды. Бір нәрсе айтайын деп едім, тамағымнан тек әлсіз шиқылдаған үн ғана шықты. Аузым кеуіп қалыпты, бірақ жауап беруге тура келді. Тағдырым және жалпы Жапонияның тағдыры менің берген жауабыма байланысты болған екен. Ол кезде оны білмеген едім.
Алдымдағы адамды толық көрейін деп басымды көтергенім сол еді. Азғын тырнағымен ілуге дайын тұрған қаршығадай қарап тұрғанын көрдім. Ләм-мим деуге шамам келгені сол еді. Дауысым ашылып әрі біркелкі болды. Әр буын сайын үнім сенімдірек шықты. Дәл солай Нобунага князь, сізге қызмет еткім келеді деп растадым. Өзара тартыстың өршіп тұрған кез еді. Жер қанға боялған және қылыш заңы ғана болған соғыс ғасыры. Bir ауыл мен екінші ауыл арасында кездесіп сенделіп жүрген жасөспірім едім. Қалтамда көк тиыным жоқ. Бірақ сол кездің өзінде көшбасшы болып адамдарды артынан ертсем деген ой санамды жаулап алған еді. Бұл қалауым мені қаншалықты алысқа жетелейтінін ол кезде білмедім. Аты жөнім Тойотоми Хидеоси. Бүгінгі күні бүкіл Жапонияның жоғарғы билеушісімін. Биліктің шыңына жете алған алғашқы шаруа адаммын. Мен елді өзара бөлген 200-ден астам даймоның арасында билікке өз күшіме жеткен жалғыз князьмін. Бұл лауазымды өзгелер сияқты мұраға алған жоқпын. Құдіретті мемлекетті билеп, 100 мың самурайды басқаратын дәрежеге кедейліктен көтерілдім. Осы сөздерді жаза отырып баяндаған оқиғам адамдардың бойында көшбасшылық қасиеттерді дамытуға деген ұмтылысты оятады деп сенемін. Кейбіріңіз қазірдің өзінде артыңыздан адам ертесіз. Кейбірі көшбасшылық жолына енді түсті, ал басқалары бірінің артынан еріп жүр. Бірақ өздері де көшбасшы болып алда жүрсем деп армандайды. Қандай жағдай болса да бұл еңбекте баяндалған құпиялар сіздің қызметіңізге жарайды. Өйткені мұнда айтылған дүниелер басқарушыға да, бағынышты жанға да пайдалы болмақ. Адамдар мені асау мінезіме, қалқиған құлағыма, қазандай басыма және әлжуаз денеме қарап маймыл деген лақап атпен атады. Бойым аласа әрі сымбатты да емеспін. Бет жүзімді қарсы алдымнан көрген адам сасқалақтап қалады. Олар елдің құдіретті адамы тақырбас, сұрықсыз, қортық болады деп ойламайды. Кейбіреулер мені Жапония тарихындағы ең сұрықсыз көшбасшы деп атайды. Айтса айта берсін. Ең сұрықсыз билеуші деген атағыма қарамастан мен адал қызмет еттім. Сол себепті көптеген өзге адамдар да маған адал қызмет етті. Осы адалдық құпиясын сізге кейін айтып беремін. Мені көшбасшылықтың шыңына шығарған табысты жолым адалдық, алғыс айта білу қасиеті, қажырлы еңбек пен іс-әрекеттегі батылдық сынды қарапайым түсінік негізінде құралғаны сізге қызық болып көрінуі ғажап емес. Бұл қағидалардың қарапайымдығы сонша тіпті құпия деп айтуға келмейді дейтін шығарсыз. Алайда оның күшін жете түсінетіндер кемде-кем. Ал бұл қағидалар 100 жылдар бойы құрметтеліп келген самурай кодексінің негізін қалайтынын түсінетіндер одан да аз. Яғни мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережесі жинақталған кітап. Самурай кодексі тек қаруды қолдануды ғана қамтымайды. Әйтсе де оған да алғысым шексіз. Дегенмен Жапония тарихындағы ең нашар жауынгер деген атақ алдым ғой. Бірақ менде шынында да алапат күші бар қаруым бар еді. Ол менің санам. Сондықтан мені қылышсыз самурай деп атасаңыздар болады. Көшбасшылықтың шыңына шығар жолымда бұл ережелерге мүлтіксіз бас идім. Олар менің мықты көмекшілеріме айналды. Сол кезде алған көшбасшылық сабақтарым әлі күнге дейін өз мәнін жоғалтқан жоқ. Ал самурай кодексі Жапонияның және шет елдегі көшбасшылардың пайдасына жарайтыны белгілі. Мен Овари аймағының Накамура ауылында кедей шаруа отбасында дүниеге келдім. Қарада шыққан сұрықсыз түрме қарап маймылға ұқсататын еді. Бұл мен, маймыл балық Хидеосимін. Әкем өмірден ерте озды, ал өгей әкеммен әрдайым жанжалдасатын едім. Білім алмадым, ешқандай өнерді меңгермедім. Сонымен бірге текті топқа берілетін артықшылықтардан да ада болдым. Бірақ бойымдағы аздаған артықшылықты барынша пайдалануға тырыстым. Артықшылығым кедейлігім еді. Себебі мен сол кезде төменгі тап адамының тіршілік үшін күресі не екенін түсіндім. Соғысқа қатысатын адамның 99% жаяу әскер, яғни қоғамдық сатының ең төменгі жағында тұратын адам. Ол адамдардың не сезіп, не ойлайтынын жақсы түсінемін. Өйткені кезінде өзім де солардың бірі болған едім. Міне, осы себепті мен оларды өзіме адал болуға тәрбиелеуді шебер меңгергенмін.
Олар мен үшін бәріне дайын. Бұл мәселеде маған тең келетін бірде-бір жан жоқ. Киімі көк, қарны тоқ адам кедей жанды түсіне ала ма? Менің ең басты кемшілігім аласа бойым мен әлжуаз денем еді. Бозбала күнімде самурай болсам деп армандайтын едім. Алайда оған күшім мен ебім жетпейді. Соғыс ғасырында әр князь өз билігін қорғау мақсатында жеке әскерін ұстауға тиіс болды. Сондықтан сарбаздарды шаруалардың арасынан алатын еді. Дене бітімінде кемшілігі бар жандарға қиынға соғатын. Мен де солардың бірі болдым. Қылышты жақсы меңгере алмадым. Көшеде жанжалдасып қалсақ, кез келген әлжуаз ронин басымды оп-оңай жарып кетер еді. Сол себепті аман-сау өмір сүру үшін ең алдымен тәнімді емес, ойымды дамытуым қажет екенін түсіндім. Осылайша қылыштан гөрі ақылына көбірек арқа сүйейтін самурайға айналдым. Қылыштың орнына стратегия, ал найзаның орнына логикам болса дедім. Менің көшбасшылыққа деген көзқарасым қарсыластарымнан үстем болуға мүмкіндік берді. Мыңдаған самурай еш іркілместен артымнан отқа да суға да ерді. Мен үшін ақсүйек те қарапайым халық та жанын беруге даяр еді. Олардың жанкештілігіне алғысым шексіз, ал алғыс табысты көшбасшылықтың негізі. Көшбасшылар алғыс айта білуі керек. Менің хикаям қарапайым түрде басталады. Кедейлік, сауатсыздық пен қарада шыққанымен қатар аласа бойлы, әлжуаз әрі сұрықсыз едім. Бірақ бұл кемшіліктеріме бола мойымадым. Тағдырымды өзім қалыптастырдым. Өмір сүруге деген құлшынысым керемет еді. Ондай адам кемде-кем. Үлескердің, яғни ұсақ жер жалдаушы. Отбасында дүниеге келсем де көшбасшы болуға ұмтылдым. Және сол мақсатыма жету жолында кемшіліктерімнің кедергі жасауына жол бермеймін деп бекінген едім. Әлеуетімнің басқалар ойлағаннан да артық екенін іштей білетінмін. Әкем алғашында шаруа болды. Артынша Ода кланының әскерінде жаяу сарбаз болып қызмет етті. Көп ұзамай бір шайқаста қаза тапты. Күнкөріс үшін анам жалдамалы жұмысшы болуға мәжбүр болды. 7 жасымда әкем қайтыс болғаннан кейін анам Тикуами деген адамға тұрмысқа шықты. Ол да бұрын Ода кланының сарбазы болған еді. Мен өмір бойы қиындықтан көз ашпаған анамды бар жан жүрегіммен жақсы көрдім. Кішкентай бала болсам да, оның арқасында түскен жүктің ауырлығын сезетін едім. Анамның жүгін жеңілдетуге ұмтылдым. Бірақ оған дейін өзім одан да көп азап шектіретінді білмеп едім. Мен өте бұзық болдым. Мектепті ұнатпадым. Тас атқанды және соғысып ойнағанды жақсы көрдім. Анама мені бақылауға ұстау қиынға соқты. Сөйтіп ол мені Будда храмының монахтарына тапсырды. Осылайша олар мені тәртіпке үйретеді деп үміттенді. Бірақ мұғалімдердің айтқанына құлақ аспайтындай едім. Күні бойы көше кезіп мысықтарды бамбук ағашымен ұрып, ағаш қылышты алып көбелектермен шайқасып жүретін едім. Көп ұзамай монахтар да менен үміт үзді. Олар Хидеёсиге қарауға Будданың сабыры жетпейді деп мені үйіме қайтарып жіберді. Отбасыма қайта қосылып, әрең күнін көріп жатқан анама көмектесу үшін шөп орып балық ауладым. Сонда да жиі аш қалатын едік. Бірақ бәрінен ең қиыны өгей әкемен тіл табыса алмадым. Ол мені шыбықпен жазалауды әдетке айналдырды. Күндердің күні анам бұдан артық шыдауға болмайды деген шешімге келді. Анам маған: Хидеёси, оқың келмейді және монахтар да сені оқытудан бас тартып отыр екен. Олай болса, бір өнерді игеріп шығуың үшін сені көршілерге шәкірт ретінде беруге келістім деді. Мен аң-таң болып қалдым. Әрқашан анамды маған қолдау көрсететін жалғыз ана қамқоршым деп ойлайтын едім. Неге олай істедің деп сұрадым. Мұны естіп анам жылап жіберді де мені тұншықтырардай құшағына қысты. Өгей әкеңнің сөзіне одан әрі қарсы шыға берсең жаман бола ма деп қорқамын. Бір күні ол тоқтай алмай қалып сені ұрып өлтіреді. Бұған одан әрі шыдай алмаймын. Құдай үшін үйден кетші. Мен сені бар жан жүрегіммен сағынамын. Бірақ үйден кетуің керек. Жоқ, үйден кеткім келмейді. Мен сені жақсы көремін, ана, деп жылап жібердім. Хидеёси, мені мұқият тыңда. Бұл әлемде өмір сүру үшін жерің мен ақшаң болуы керек. Мен қайта тұрмысқа шыққым келмеп еді, бірақ күн көруіміз керек. Сен өзіңді асырауың керек, деді анам көзінен жасы сорғалап.
Бұл анамның айтуы бойынша үйден кетуге тиіс болған соңғы жағдай емес еді. Мұндай жағдай жиі қайталанатын. Анам өзіме жайлы жер табуымды өтініп сұрайтын. Жаңа өнерді игеру үшін бір отбасыға баратынмын. Артынша бірнеше айдан кейін мені қуып шығатын еді. Сөйтіп үйге қайтып келетінмін. Анам маған ұрсып әлек болатын, күйінгеннен жылайтын еді. Дегенмен анамның айтқанына құлақ аса бермейтінмін. Есіл дертім самурайдың қызметшісі болу еді. Күндердің күні бір шешім шығардым. Ана, мен өз жолымды табу үшін кетіп барамын. Атақты болмайынша қайтып келмеймін, дедім анама. Жасым небәрі 15-те болса да, көзімдегі батылдықты көрген анам мені райымнан қайтарудың пайдасы жоқ екенін түсінді. Көзінен сорғалаған жасымен шығарып салып жатқан анам маған бір қалта күміс тиын берді. Бұл ақшаға бір жыл бойы күріш алып жеуге болатын еді. Анам жолға жалғыз шыққан жас балаға сапардың қандай қауіпті екенін білетін. Сондықтан мені бұдан былай көрмеймін деп қорықты. Сөйтіп маған мұра ретінде жиналған ақшаның бәрін қолыма ұстатты. Ол жерде жұмыс істейтін шаруалардың қалдыратын мирасынан көп ақша бар еді. Анам әр тиынды үнемдеу үшін бәрінен бас тартқан. Сол сәтте анамның мені қаншалықты жақсы көретінін және мен үшін қаншама нәрседен бас тартқанын аңғардым. Өмірімде алғаш рет шынайы алғыс сезімін сезіндім. Осы уақытқа дейін ұзап көрмеген туған ауылымнан алысқа апаратын соқпақ жолға түсіп кете бара жатқанымда анамның өмірін жеңілдету үшін қолымнан келгеннің бәрін істеймін деген шешімге келдім. Бұл қиындықтан құтылып анамды азапты машақаттан құтқарамын және өзі ешқашан ойламаған жайлы өмір сыйлаймын. Алғыс өсуге және өзге жанға көмектесуге деген алапат құлшынысымды оятты. Кім не десе де көшбасшының болмысы басқалардың қызметін пайдалану емес, керісінше өзгелерге көмектесу. Артымнан адам ертемін деген жан алғыс құпиясын үйренуі керек. Көшбасшылар алғыс айта білуі керек. Көшбасшылар өзгелерге қарағанда көбірек еңбектенуге тиіс. Үйден кеткеннен кейін жұмыс іздеу мақсатында жаңа өмірім басталды. Алғашқы тұрақтаған жерім Кио Су болды. Ол жерде анам берген ақшаның көп бөлігін мақтадан жасалған мата төгуге арналған инелер сатып алуға жұмсадым. Ине қымбат еді, бірақ алып жүргенге тиыннан жеңіл болды. Сонымен бірге оларға әрқашан сұраныс бар. Ол кезде Жапонияға көптеген мақта маталары қажет еді. Оларды тек киімге емес, оған қоса әскери қажеттілік үшін де пайдаланады. Мен инені ауыл тігіншілер мен самурай отбасыларына сатамын деп жоспарладым. Жеке сауда жасайтын қаңғыбастың өмірі күрделі болатыны белгілі, бірақ ол 15 жастағы жігіт болса одан да қиын. Көп ұзамай жиғанымның бәрін жараттым. Сөйтіп табылған жұмысты істей бастадым. Тазалаушы, арбакеш және тағы да басқа. Әйтеуір қарным тойса болды. Ашық аспан астында ұйықтап күні бойы нәр татпайтын едім. Қайыр сұраған күндерімде болды. Тиын тебен ғана төлейтін жұмыс тауып, аз уақытқа болса да жұмыссыздықтан құтылуға тырыстым. Көптеген іспен айналыстым. Ағаш ұстасы, бөшкеші, балықшы, металл түзуші, пішен шабушы, көмір жағушының көмекшісі, май сатушы, пышақ қайраушы және тағы да басқа. Бұлардың бәрін санап шығу мүмкін емес. Сауда-саттық өнерін толықтай меңгеріп алдым. Сатып алушылар мен жұмыс берушілердің қалауын, сонымен қатар шаршы топтың көңіл күйі мен психологиясын түсіндім. Жомарттық, сараңдық, ризашылдық, алаяқтық, кеңпейілділік пен опасыздықты да көрдім. Түрлі салада қызмет етіп жүрген жандарды бақылап жүріп, адам мінезін тану қабілетімді жетілдіруге ұмтылдым. Коммерция, әлеуметтік салалардағы адамдарды бақыладым. Уақыт өте келе адам жанының түкпіріне үңілу қабілетім дами берді. Әртүрлі тап өкілдерінің қажетін анықтап, олардың сеніміне кіруді үйрендім. Алайда қарапайым халыққа тән өнерде шеберлік шыңына шықсам дегеннен гөрі самурай болсам деген арманым жоғары тұрды. Сөйтіп мен Сунпуға, құдіретті самурай кланы саналатын Имагава кланының резиденциясына жол тарттым. Олар Тынық мұхит жағасындағы 3 аймақты басқарып тұрған еді. Ол жерге жету үшін бірнеше апта мұхит арқылы ұзақ жол жүруге тура келді. Бұл батыс және шығыс Жапонияны байланыстыратын басты тасымал жолы еді. Жүріп бара жатып ойымда Имагава князға мені қызметке алуы жайында қалай өтініш жасайтынды ойша жоспарлап, қайта-қайта пысықтадым.
Бір күні көпір үстінде демалып отырғанымда жанымнан Мацусита әулетінің вассалы өтіп бара жатты. Оның есімі Наганори еді. Ол қамал басқарушы қызметін атқаратын. Кейін ол мені алғаш көргенінде кім екенімді түсінбегенін айтты. Маймылға ұқсайтын адамын ба, әлде адамға ұқсайтын маймылмын ба? Жігітім, қай жерден боласың деп сұрады Наганори. Овари аймағына қарасты Накамура ауылынан боламын. Самурай ордасынан жұмыс іздеу үшін шығысқа жол тартып барамын, дедім мен. Наганори қарқылдап күлді. Мынадай әлжуаз қортықта жұмысқа кім алады? Өзіңіз де мырзаға ұқсап тұрғаныңыз шамалы. Менің келбетім сізге ұнамаса, басқаларға да ұнамайды деген сөз емес. Ол бұл жауабымды естіп, одан әрі күле берді. Сонымен бірге сұрақтарын да қойып жатты. Мен беделді самурай әулеті өкілінің назарын өзіме аудара алдым. Наганори мені Мацусита қамалына алып барып, өзге вассалдарға қызық жігіт деп таныстырды. Мен олар берген талшын мен құрманы қомағайлана жеп, айналаны күлкіге қарық қылдым. Олар да мені маймыл деп атай бастады. Көп ұзамай мені қамал тұрғындарының бәрі танитын болды. Ал аспаздар күніне 2 рет тойдыра тамақ беретін еді. Мацусита кланындағы өмірім осылай басталды. Мацуситалар даңқты генерал әрі өнер жанашыры болған Йосимото басқаратын Имагава кланының вассалдары еді. Алғашында маған сандал тасушы қызметін ұсынды. Яғни мырзасы күн ұзаққа қайда барса, артынан қалмай аяқ киімін шешіп кигізіп, ұсақ-түйек жұмыстарды атқаратын адам болдым. Кейін мені камердинер дәрежесіне өсірді. Бұл қызметте мырзалардың киім-кешегіне жауапты болдым және оларға киініп шешуге көмектестім. Соңында маған қоймаға бас-көз болуды тапсырды. Жұмысымда бар ынтаммен атқарғандықтан мені жауапкершілігі бар қызметші ретінде қабылдай бастады. Князь Мацусита маған Накамура деген алғашқы тегімді берді. Туған қаламның атын иелендім. Қойма қараушысы қызметім айрықша қуаныш сезімін сыйлады. Қарауылдайтын ит асырап маған тапсырған дүние-мүлікті сақтау үшін қолымнан келетін істің бәрін жасадым. Осы қызметке тағайындалғаннан кейін ұрлық тоқтады. Бұған дейін істеген жұмыстарым сияқты бұл қызметім де өзіме ерекше ұнады. Кедейліктен құтылғандықтан ғана ұнатпадым. Қандай жұмыс болса да оларды мансап жолымен көтерілетін баспалдақ деп санадым. Дене бітімде ешқандай артықшылығым болмағандықтан көзге түсудің жалғыз жолы жұмысқа бар ынтаммен кірісу деп ұйғардым. Алайда мансабын жақсы әрі жылдам қалыптастыратын келімсектерді ешкім жақтырмайтыны белгілі. Бірде бір қызғаншақ қызметші мені қоймадан бір нәрсе ұрлады деп айыптады. Өзгелер де оның айыптауына қосылды. Ақырында Наганори маған Мацуситаның барлық қызметшісіне жек көрінішті болғанымды айтты. Ол өкінді. Бірақ мені алып қалу үшін өзгелерді жұмыстан шығара алмайтын еді. Сондықтан менімен қош айтысуына тура келді. Оған қарсы дәлел келтіріп, айыбым жоқ екенін айтып ант су ішіп едім. Наганори ашуға мініп мені оңбаған деді. Әділетсіздікке шыдай алмай күйініп, көз жасыма ерік беріп, дереу Мацусита қамалынан кетіп қалдым. Ол кезде жасым 18-ге толған еді. Жұмыстан жазықсыз қуылғаным ауыр тисе де, өз-өзімді қайрап қолға алдым. Менің артықшылығымды бағалайтын бір жанның табылатынына сенімді едім. Тағдырдың маңдайға жазғанына реніш білдірудің пайдасы жоқ екенін түсіндім. Өмірден сабақ алып, тәжірибе жинай бастадым. Арада көп уақыт өтіп, жетістікке жеткеннен кейін жас күнімде қолдау көрсетіп көмектескен адамдар алдында өтеуі жоқ қарызымды қалай қайтарамын деп ойландым. Сөйтіп мені жұмысқа алып, артынша қууға мәжбүр болған Мацусита кланының вассалы Наганориді іздеп табуға бел будым. Алғашқы мансапқа қол жеткізуіме қолдау көрсеткені үшін ризашылығымды білдіргім келді. Оның өзін таба алмағандықтан, оның ұлы Юкицунаға алғыс айтып, жер телімін беріп, оны князь ретінде тағайындадым. Жақсылықты жақсылықпен өтеу үшін қолымнан келгенін жасауға тырыстым. Егер адам бар ынтасымен еңбектенсе, өзіндік артықшылығы бар, дәрежесі жоғары адамдардан да озып кететіні ақиқат. Еңбекқорлық құпиясы мынада. Көшбасшылар өзгелерге қарағанда көбірек еңбектенуге тиіс. Қиын қыстау сәтте батыл әрекет етіңіз. Мацусита кланындағы жұмысымнан айырылғаннан кейін өзіме келесі қожайынымды өзім таңдаймын. Өткендегідей көпірде кездейсоқ кездестірген адам болмайды деген сөз бердім.
бірақ кімге қызмет істеймін? Мен туған аймақ Аварийді одан Нобунага атты жас князь басқаратын еді. Кезінде әкем оның әкесі Нобухиденің әскерінде қызмет еткен. Вассалдар соғыста көрсеткен ерлігі үшін Нобунага князі соғыс найзағайы деп атаған. Оның абыройы мен өз бақылауларымды ескеріп, Нобунага князь маған қолайлы жұмыс беруші ғана емес, сонымен бірге лайықты жетекші болады деген шешімге келдім. Мырза ретінде таңдағаннан кейін, енді оның назарын өзіме қалай аударамын деген мәселе туындады. Құлшынысым өте жоғары еді, бірақ менің атағым, ата тегім немесе соғыста иеленген абыройым да жоқ еді. Ешқандай артықшылығым болмады. Өзімді сенімді түрде сезінетін жалғыз салам сауда еді. Қаңғыбас саудагер ретінде тәжірибем бар ғой. Соның арқасында тауар мен қызметтердің нарықтағы нақты бағасын жақсы білетін едім. Сонымен бірге саудагерлікті менсінбейтін самурайлар қол көпестердің құрбаны болатынын талай рет байқадым. Оларды үнемі алдап тақырға отырғызып кететін еді. Кедейлігімнің арқасында әр тиынды қалай үнемдеу қажет екенін түсіндім. Нобунага мырзаның көзіне түсетін бір мүмкіндік болса шіркін. Ондай адам кісі бойындағы батылдық пен іскерлік қасиетті оның ата тегінен жоғары қояды деп ойладым. Сөйтіп князға барып өз ұйымынан орын беруін өтіндім. Ойым дұрыс болды. Жоспарымды жүзеге асыру үшін ода қамалында жұмыс істейтін қызметшімен таныстым. Сөйтіп маған Нобунага князьдің қай уақытта қайда баратынын нақты айтуы үшін 100 мыс тиын, қолымда бар ақшаның бәрі сол еді, төледім. Осы салымым өмірімдегі ең сәтті қадам болды. 1554 жылдың көктемінің кешінде Аварий мен Мино аймақтарының шекарасында бір ақсүйек отбасы тұратын үйдің қақпасы жанындағы қалың шөп арасында жасырынып тұрдым. Нобунага князь ол жерге жиі келеді екен. Жас князь бен нөкерлерінің келуін күтіп аңдып тұрған үшінші сәтім еді. Бірінші ретте мен жолға шықпас бұрын атқа мінген ол жанымнан зу етіп өте шықты. Екінші жолы оның есімін атап шақырып едім, кенеттен жауған нөсердің дыбысынан менің сөзімді естімеді. Сол жерде тұрып малмандай су болдым. Сол күні айым оңынан туды. Нобунага князь жылқысын қақпа алдында ұстап тұрған еді. Мен лас жолға атып шығып басым жерге тигенше еңкейдім де былай дедім: Нобунага мырза, сізге өз қызметімді ұсынамын. Ода кланының басшысы маған суық көзбен қарады. Демек, маған қызмет еткім келеді екен ғой жігітім, деді ол. Дәл солай Нобунага мырза, сізге қызмет еткім келеді, дедім. Бұл кішкентай маймыл менің пайдама жараймын деп ойлаймын екен, деді ол ойлана. Бұл айтқанда сұрақтан гөрі пайымдауға ұқсаса да жауап бердім. Басымды көтеріп көзіне тура қарадым. Иә мырза, пайдаңызға жараймын деп ойлаймын, дедім сыйластығымды да сенімді де қатар көрсетіп. Генерал басын тәкаппарлана көтерді. Ол нөкерлеріне қарап: сендердің біріңді асырауға қанша кететінін айтыңдаршы, деді. Нобунага олардың батылы барып жауап қатуын күтпей былай деді: бір адам жылына 150 килограмм күріш жейді. Оған 10 күнде бір берілетін мисони, тұзды, көкөністі, бұршақты, балықты немесе жабайы құсты қос. Асхананы ұстауға және азық-түлікті жеткізуге кететін шығын тағы бар. Яғни күрішке айналдырып есептейтін болсақ, мен жалдаған әр адамға тағы 125 килограмм қосылады. Жылына 2 киім жиынтығын, комплектісін, әйелдер мен араққа жұмсалатын ұсақ ақша тағы бар. Яғни тіпті менің аяғымда жорғалап жүрген мына маймыл сияқты кеміс жанның өзіне жылына 425 килограмм кетеді. Оның сөзін естіген жаяу әскерінің басы төмен салбырады. Бұл сөзі арқылы басшысының көңіл күйі жоқ екенін аңғардым. Бұған не дейсің, маймыл? Сенің қызметің осы шығынның бәрін ақтай ала ма? Деді маған князь Нобунага. Иә мырза, менің қызметім бұл шығынды 2, тіпті 3 есе өтейді, дедім еш кідірместен. Оны қалай істемейсің? Деп ақырды генерал. Менің жауабым сенімді шықты. Үнемдеймін мырзам, 3 адамның жұмысын істеймін. Сол күннен бастап Нобунага князға ресми түрде қызмет ете бастадым. Басында қарапайым қызметші болдым. Бірақ ол қызметті ұзақ атқармадым. Тағдырымды өзгерткен батыл қадам жасадым. Демек, сіз де өз өміріңізді өзгерте аласыз. 20 жылдан кейін өткенін еске алып өмірін өзгерту мүмкін. Жалғыз мүмкіндікті пайдаланбағанына кеш өкінетін адам болмаңыз. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Сәттілік тек батыл адамға серік болады.
Көшбасшылар батылдық құпиясын еш қорықпастан қолдана білуі керек. Қиын қыстау сәтте батыл әрекет етіңіз. Көшбасшыңызға адал болыңыз. Ода кланына қосылғаным көшбасшы ретінде қалыптасу жолындағы ең маңызды оқиға болды. Нобунага князь менің соғысқа қатысты емес істегі қызметімді жоғары бағалағаннан кейін жетістікке жететін мүмкіндік туды. Мен оның сиқырлы таяқшасына айналдым. Кез келген тапсырманы орындай алатын едім. Нобунага князьға қызмет еткен алғашқы күндерімде түнде тыныш ұйықтаған сәтім сирек болды. Қызметші мырзасын кез келген тапсырмас орындауға әрдайым дайын болу керек. Мырзамның сұңқармен қашан аң аулайтынын немесе атпен серуендейтінін алдын ала болжап біліп, керек жарақтың бәрін дайындап жүруім керек еді. Сонымен бірге үлкен атқорасы да бар. Сондықтан бүгін қай атты мінгісі келіп, ертең қайсысын мінетінін болжауым керек еді. Нобунага князьдің мінезі де асауаттай екені айтпасам да түсінікті. Жұмысымның машақаты көп болды, бірақ жұмсалған күшке татитын еді. Мен Нобунага князьға қызмет етумен бірге Оданың үлкен отбасын және басқа да кланның беделді өкілдерін де бақылайтын едім. Ең бастысы талмай еңбек етудің нәтижесінде көшбасшының сеніміне лайықты жан екенімді көрсете алдым. Өзгелерден 3 есе көп жұмыс істеуге тырыстым. Нобунага князь да мені маймыл деп атағанды ұнататын, ал жасым 40-тан асқаннан кейін тақырбас тышқан деп атады. Сырт келбетіммен әрдайым қысылатын едім. Алайда көшбасшылар кемшілігін артықшылыққа айналдыра білуге тиіс. Бір күні Нобунага князь сұңқармен аң аулап жүргенде жыртқыш құс құсшының қолынан шығып кетіп, биік ағаштың басындағы өз жібіне өзі оралып қалған еді. Маймыл, құсты босат деп бұйырды. Мен ешқашан өзімнен дәрежесі жоғары адамның айтқанын орындаудан бас тартқан емеспін, және әрдайым орындауға дайын болғанымды, әрі қуана кірісетінімді мақтан тұтамын. Құп болады мырзам, деп дауыс қаттым. Артынша ағашқа жақындай келіп шимпанзедей өрмелеп шықтым. Мен кез келген тапсырманы дереу орындайтын кішкентай маймылмын. Менің қылықтарыма Нобунага князь бен айналасындағы адамның бәрі қосыла күлетін еді. Әзіл айта білу мен қызмет көрсетуге дайын болу көшбасшы боламын деген жанға қажет қасиеттің бірі. Қыстың аязы бір күні штаб шатырының қасында қолыма сандал ұстап Нобунага князьді күтіп тұрған едім. Суықтан қатты тоңып тұрсам да сандалды жылы ұстау үшін қойнымда ұстап тұрдым. Нобунага мырза шатырда шығып оның ыңғайына қалай әрекет ететінімді көріп жүрегі жібіді. Көп ұзамай мансап жолында көтерілдім. Өзге жанға адал болсаңыз, олар да сізге адал болады. Басқаға адал болған адам көшбасшылыққа үміттене алады. Егер адамдарды соңыңыздан ертемін десеңіз, адалдық құпиясын үйреніңіз. Көшбасшыңызға адал болыңыз. Басшылар, қызметкерлер және самурайлар. Цингтер алғыс айту, қажырлы еңбек, батылдық пен адалдықты қарапайым түсініктеп санайды. Оларға назар аударудың қажеті жоқ деп біледі. Әлемге көз салыңыз. Алғыс айта білмейтін адамдардың бақытсыз екенін аңғарасыз. Қажырлы еңбек жетістіктің басты талабы екенін, ал сәттілік батылдарға серік болатынын көресіз. Ата-анаға, балаға, басшыға не қызметкерге деген адалдық еселеніп қайтатынын білесіз. Бұл қарапайым қағидаларды қызметкер ұстануы керек. Көшбасшыға мұның керегі жоқ деп ойлауыңыз да мүмкін. Бірақ басқаны артынан ертемін деген адам қызмет етіп үйренуі керек. Ал өзгелерді басқарамын деген адам өзін-өзі басқарып үйренуі керек. Сондықтан көшбасшылық қағидаларын ұстану басшыға да, қызметкерге де пайдалы болмақ. Алғыс, адалдық, қажырлы еңбек пен батыл әрекет. Бұл жайында сөз қозғау оңай. Бірақ осы қағидалар самурайға күшті артып, көшбасшылықтың негізін қалыптастыруға ықпал етеді. Аталған қағиданы ұстансаңыз, өміріңізді өзгерте аласыз. Мен өзгерттім.